Балалар, саламатсыңдар ма? Сабақ басталды. Саламатсыз ба, ағай? Жақсы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің арманым деп аталады. Мен тақтаға арман деп жазайын. Так, менің арманым деген сөз сыймайды. Сол үшін арман деп жаза салайын. Жақсы, арман. Сендердің армандарың қандай? Яғни өскенде кім болғыларың келеді, сол жайлы өтеміз. Ал кім өскенде кім болғысы келеді, сол жайлы айтсын. Ағай, мен айтайыншы, мен өскенде полиция болғым келеді. Жақсы. Ал сен ше? Ағай, мен өскенде ғалым болғым келеді. Өте жақсы. Қыздар, сендер ше, кім болғыларың келеді? Мен өскенде әнші болғым келеді. Өте күшті. Ал мен өскенде актриса болғым келеді. Актриса? Жақсы. Актриса? Сен бәрібір актриса бола алмайсың. Ол менің арманым. Мен актриса болғым келеді. Екеулерің де актриса болғыларың келе ме? Иә, бірақ та тек мен актриса болғым келеді. Бұл менің арманым. Енді сенің арманың екен деп мен болмауым керек па? Мейлі, қыздар, қойыңдар. Жақсы, екеулерің де актриса болғыларың келеді екенсіңдер, оны өскенде көре жатармыз. Ал сендер енді дәптерлеріңе жазыңдар, кім болғыларың келеді. Қоңырауда сөйлесеміз. Жақсы, балалар, сабақ алды. Сендер үйлеріне, үй жұмысына, сендер өскенде кім болғыларың келеді, сол жайлы жаза бересіңдер, жарай ма? Жақсы, ағай. Жақсы, сау болыңдар. Жүр, кеттік, сөйлесеміз. Ой, наконец-то келдің ғой. Қорқып келдің ба? Айтпақшы, сен актриса бола алмайсың, тек қана мен ғана актриса бола аламын. Неге? Енді ол менің де арманым ғой. Ну и что? Бәрібір ол менің арманым. Және де сен мен сияқты өте жақсы актриса бола алмайсың. Сен ондай арманыңнан бас тарт. Ну, например, актриса болмай-ақ қой, тек қана бір мусорщик, андай пол жуушы, сондай мамандықтар таңдасайшы. Актриса, только актрисаны таңдама. Саған мусорщик сондай болған жарасады. Не айтып тұрсың? Көрерміз өскенде кім өте жақсы актриса болатынын. Жақсы. Қоңырау болып кетті. Келесіде сөйлесеміз. Ал жайш. Әпке, осы үшін актриса болу үшін не істеу керек? Актриса болу үшін ба? Ол үшін сен рөлінде жақсы ойналуың керек. Өзіңді ашық ұстауың керек. Одан кейін, жақсы ойнауың керек рөлді. Түсінікті. Әпке, мен актриса бола алам ба? Сен ба? Әрине, сен бірақ тырысуың керек, сол кезде актриса бола аласың. Ал танымал актриса қалай болады? Ну, енді ол рөлге байланысты. Жақсы, сонда мен рөлімді жақсы ойнауым керек па? Иә. Жақсы, рахмет, әпке. Айтпақшы, әпке, менің классымда, яғни сыныбымда бір қыз мені көре алмайды. Мен актриса болам десем, ол да актриса боламын дейді. Неге? Білмеймін, бізде сабақ болған, сол кезде айтқан, егер де сен актриса болатын болсаң өскенде, онда көреміз деген сияқты. Айтты, басқа мамандықтан да деген сияқты, пол жуушы, андай. Сондай, сондай мамандықтар таңда деді. Неге? Оның қандай қақысы бар? Посости ма? Сен оған мән берме, сен жақсы актриса бола аласың. Рахмет, әпке. Сәлеметсіз бе? Иә, сәлеметсіз бе? Сіз бұл жерге неге келдіңіз? Мен актриса, яғни осы жерге кастинг болып жатыр екен, сол үшін келіп едім. Жақсы, не хабарыңыз? Жақсы, рахмет. Менің сыныптасым? Иә. Сенің есімің кім еді? Иә, мен есімім Азамат, ұмытып қалдым ба мені? Иә, енді есіме түсіріп жатырмын. Ұмытып кетіппін. Сен мына жерде не алып жүрсің, айтпақшы, класстас? Мен бұл жерде, яғни түсіріп жатқан киноның режиссерімін. Өте керемет. Сен бұрында режиссер болмайын деп едің ғой? Иә, ол ойымнан айнып қалдым. Жақсы. Өзіңде не жаңалық, не үшін келдің бұл жерге? Мен осы кастингке келіп едім, актриса болғанға, яғни бір киноның рөлін алуға. Жақсы, сәттілік тілеймін. Саған да. Шынымды айтайын, сен мына жерден көрем деп ойламаппын, мен де. Жақсы, жүр, мен саған көрсетейін, қай жерде кастинг болып жатқан. Жақсы.
Мына жерде бізде бояндыратын сондай бөлме ғой. Мына жерде кино түсіріліп жатыр. Мә, саған қандай күшті, иә? Иә. Ал жалпы мына жерде біздің қыздар кино редактировать ететін сондай ғой. Күшті. Жақсы, кішкене күтіп тұр, қазір мына киноның түсірілімі біткен соң, сосын кастинг бастайды. Жақсы. Кастингті күтіп тұрған қыздар 3-ші этажда тұрады. Жарайды, онда мен сол жерге кеттім. Жақсы, давай, сәттілік. Рахмет. Қыздар, сәлем. Сәлем, сен де кастингке келдің ба? Иә. Айтпақшы, сен түрің таныс қой. Сен де түрің таныс. Сен случайно менің сынымда оқыған қыз емессің ба? Сенің атың кім еді? Менің атым Алина болған. Сен қыз емессің ба? Который актриса болам деген. Иә, сол. Мен саған айтып едім ғой, актриса болмайсың дегенмін. Сенің басың істей ма? Мен өзім білетін шығармын, кім болсам да. Жоқ, сен білмейсің, себебі сен түрің жаман, сен актриса бола алмайсың. Қумашы. Жақсы, көреміз, қалай кастингтен өтесің ба, өтпейсің ба? Көреміз. Қыздар, не үшін ұрысып қалғансыңдар? Шай ішесіңдер ма? Иә, ішем. Айтпақшы, сен ана қыздың жанында жүретін подругасы емессің бе? Иә, солмын. Бала туылмағансың ба? Иә, бұл менің қызым. Түсінікті. Сен актриса болмаймын деп едің ғой. Мен жай ғана құрбымды қолдауға келгем. Қыздар, кастинг басталды.